Балалар, бұл қай сынып? Екінші сынып. Біздің мұғаліміміз. Халық пен халықты, адам мен адамды жақындастыратын ол білім. Адамға жер бетіндегі барлық жерге білім нәрін себетін ол педагог. Мен номер 86-шы Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Ерназарова Күнсұлу орынбасарқызы. Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Махамбет Өтемісұлы атындағы орта мектепте білім алдым. Білім алу жолын жалғастыра отырып, Ғани Мұратбаев атындағы Жетісай гуманитарлық колледжі бастауыш сынып оқытушысы мамандығын иелендім. Қазіргі таңда Нұр-Сұлтан қаласы номер 86-шы Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясында бастауыш сынып мұғалімі. Білім ордасының қоғамдық тәрбие жұмыстарына қатысып жүремін. Бұл аталғандардың барлығы қарапайым мұғалімнің өмірінің бір парағы десе болады. Оқытушы үшін қалыптасушылық қаншалықты маңызды болса, оның нағыз бейнесі болашаққа деген бағдарымен анықталмақ. Менің ортамен тез тіл табысуым, ойға қойған мақсаттарым айқын болуына себеп болады. Болашаққа жас ұрпақтың көзімен қарап, олардың білімді, саналы болып, қоғамда өз орындарын табуға ұстаз үшін жетістік болып табылады. Педагогикалық ұстанымым мейірім, ынсап, адал, еңбек, таза жүрек, тату дос, өмірде өкіндірмес қасиеттер осылар. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Педагогикалық мақсатым жақсы ой, жақсы сөз, жақсы істерге жетелейді. Шәкіртіңнен